Саламатсыздар ма, құрметті каналымның қонақтары? Сіздермен тағы бүгін Озан Қолдабай каналыма қош келдіңіздер. Ал бүгін сіздермен осындай әдемі торғайлар жасайтын боламыз. Міне әдемі торғайлар, қандай керемет. Көріп отқандар, торғайлар жасап үйренетін боламыз. Бұл торғайларды шашаға іліп қоюға болады, немесе той шашуларында шашуға болады, себебі өте жеңіл, ешқандай зияны жоқ. Ал осы торғайларды жасау үшін әртүрлі көріп отқандай өздеріңнің фантазияларыңа байланысты жіптері керек, тоқу жіптері және желім керек. Мен енді сіздерге айтайын, мынау моншақ, көзіне моншақ пайдаландым. Бұлардың бәрі жіп, аяқтары да жіп, міне бұлардың бәрі жіптерді орап. Ал мынау тұмсығына мен кәдімгі қалампыр бар емес пе, соның қалампырды пайдаландым. Ал бұл жерге енді зиян жоқ зат қой деп, бұл жерге шағатын шемішкінің пайдалануға болады. Енді әдейі осындай тұмсық болса, соны пайдалануға болады. Енді мен қолдағы бар затпен жасап отырмын ғой, сондықтан да мен қалампырдың түйірін пайдаландым. Егер осындай ұнаған болса, бастайық. Ол үшін не істейміз? Ол үшін әуелі каналыма тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Ал осы әдемі торғайларды жасап бастайық. Так, ол үшін бізге мынандай картон қағаз керек. Мен әдейі жазып қойдым. Ұзындығы 12 сантиметр, ені 9 сантиметр жобасы осындай. Мен бүгін мынандай түс, жасыл түс және ақ түс, сосын осындай сарғылт түстен жасайын деп отырмын. Себебі түстері әдемі болса, көзге де әдемі көрінеді, шашада да әдемі тұрады, немесе той шашуына да пайдалануға болады. Ол үшін біз мына жібімізді осының ұзындығынан осылай етіп айналдырамыз. Енді неңізге қарай, мысалға жұқалығына қарай, мысалға 40-50-ге дейін айналдыруға болады, 25-30-ға дейін айналдыруға болады. Әртүрлі сарғылт жібімен кішкене қалыңдау, сондықтан да мен 25 жобасында айналдырам деп отырмын. Өзім енді санап отырған жоқпын, күзге жобамен болып қалады деп. Енді өздеріңіз жаңағы қанша жоба айналдырды екен деп атсаңыздар, міне осындай жоба шығады. Түбінен қиып, әдемілеп, жоғарғы жағынан ұстап тұрып қиып аласыз да, осы күйінде қойып қоясыз. Осы күйінде қойып қоясыз. Енді келесі жіп болады бізде. Енді келесі жіп бізде ақ болады. Ақ жіпті осылай етіп айналдырамын. Жетіп қалар деп отырмын. Бір 30 шақты айналдырдым ау деймін. Тағы да мен ұстап қиып, бұны да қойып қоямыз. Енді жасыл жібімді айналдырам. Жасыл жіп менде ангоровый. Бұл өте жұқалау, сондықтан кішкене бұны молырақ айналдырам.
қоямын. Енді біз бағанағы сары жібімізді аламыз. Мындай ортасында қалып кеткендері болса алып тастап болады ғой. Шетіне дейін жетпей қалған іріктеп шамамыз келгенше жайып, себебі сосын қайтадан мана ораған кезде біреу астына түсіп кетті, біреу үстіне түсіп кетті. Жайып, одан кейін біз ақ жібімізді алып келеміз. Ақ жібімізді алып келіп, ортасына қойып, одан кейін сары жібімізді көтеріп қараймыз. Көтеріп қарағанда, мына соңы жобасы келу керекті, ортасына түсті деп ойлайсың. Сосын мынанда жобалап қарап, ортасына түсіруге тырысыңдар. Онда кішкене тарқатып, содан кейін жақсы етіп ұстап, осылай етіп түбінен байлаймыз. Одан кейін ағымызды тарқатып, әдемілеп реттеп алыңыздар. Содан кейін түзулеп, үстіңгі жағын шамалы көтеріп, былай етіп кішкене ғана көтеріп, жауып тұратындай қылып, немесе мынадай инемен орталарын бірінің үстіне бірі мініп кетпейтіндей қылып, айырып алып, бұны да тастай қылып байлаймыз. Ақ жіптен үзіп алайын. Әдемі ақ жіптен үзіп алып, осы түбінен байлаймыз. Түбінен байлаймыз. Содан кейін кішкене қатты бір рет байладыңыз ғой. Содан кейін мына жағын қайырма бірде екі. Мына жерден кішкене былай етіп көтеріп, бір жағын босатып кішкене босатып аласыздар. Шамалы көтеріп. Себебі құстың төбешігі шығып тұру керек. Шамалы босатып аласыздар да, манағы жіптеріңізді қайтадан нығырлап байлайсыздар. Біреу мынау, екіншісі осы жерде жүрген шығар. Міне байлайсыздар да, екінші рет тағы да байлап тастайсыздар. Енді осы екеуінің ортасына манағы біз жасыл жібімізді ортасын тауып аламыз да, бүйтіп. Жасыл жібімізді ортасына қоямыз. Осылай қоямыз. Содан кейін біздер мынау сары жағын кері қарай жіптеріңізді реттеп алыңыздар, бірінің үстіне бірі мініп кетпесін.
мындай әдемі қылып ұстап, сосын былай етіп қараңыздар. Біз ақты қозғауымыз керек екен. Бауыр қалай болып кетті. Негізі мен бауырын нетуім керек, маған менің ойымдағыдай шықпай жатыр, себебі ақты қозғағанын жақсы көріп отырмын. Мына бүктегеніңіз сізге бауыр болады. Енді байламай тұрып реттеп аласыздар. Жасылымды бөліп аламын. Да қаттырақ етіп осы жерден қазір байлаймын. Байлаймын. Бауырында бір-екі жіп. Қазір анаумен бір тағы байлаймыз. Енді біздің қанатын әдемілеп, жасыл қанаты кішкене былай етіп, қомпитып тұрып, былай етіп, реттеп алыңыздар. Содан кейін және бір байлаймыз. Жасыл жіптің біреуімен де байлауға болады. Ең бастысы асықпаңыздар. Өздеріңіздің көңілден шатын қылып байлап алыңыздар. Өліп бос байлаңыздар. Сосын тексеріңіздер. Так, тексереміз сосын. Işte bir-екі жібімен қысқа болып қопты. Ішіне қарай салып жіберейін. Салып жіберем. Содан кейін және айналдырып тағы байлайық.
айналдырып байладық әдемі етіп. Так, енді бұл қанатынан көрініп тұрады. Менде мына жақта бір-екі жібім бос болып шығып қалыпты. Оны кейін енді клеймен ұстатпасам, негізгі жобасы осы. Мына төбесі айдар. Клейдеп жіберем бұл жерде. Так, енді біз осы жерден бірден көзін несін жасап жіберейік. Я болмаса мыналарды қиып басатықтарын өздерің ыңғайларыңызға қарай қиып тастайсыздар. Міне осындай бізде шықты. Енді мына бір жер кішкене келіспей жатыр. Мен енді бізде осындай әдемі қысым шығып келе жатыр. Енді манағы айтқан біздер жаңағы қалампырдың басындағы дөңгелек болып жатса алып тастаңыздар. Осы төртбұрыштың ішіне желімдеріңізді жағып, мына жерде екі ортадағы жерге барынша кіргізіп, аяғына қыса қойсаңыздар, өзі тұрады, жабысып қалады. Міне, енді біздер көзін жасауымыз керек. Ол үшін екі қара моншақ алайын. Екі қара моншақ дайындап, шамаларың келгенше енді кеп қалмай болған. Енді қолымның ыңғайы келмей, сол пинцетке де үйрене алмадым осы. Сол қазақ қолымен жапсыруға тырысып жатырмын. Екінші көзін жасаймын. Бізде қызымыздың көзі пайда болды. Міне, мұрны бар, көзі бар, демей. Ал енді аяқтарын мен тағы қиғым келіп отыр. Осыны артық көзіме ұнамай жатқан жерлерін қиып алып тастасаңыздар болады. Так, енді аяқтарын өздеріңіз біліңіздер. Енді мен ана жерде жіптен жасап едім. Мен осы жерде екеуіне де қалампыр жасап жіберейін деп отырмын. Қалампыр салып жіберейін деп отырмын аяғына жапсырып. Болсын.
бауырдың шалқасына қоясыз да, содан кейін қалампырды алып байқас болып күйіп қалмай. Себебі көбі жіптен кестіре алмайды. Міне бізде аяғы шықты. Ал міне бізде тағы бір тұз пайда болды. Керемет пе, әдемі ғой. Енді біздің құсымызға іліп қою үшін жіп керек. Мен ақ жіпті пайдаланайын. Шамалы ғана ақ жіп қиып алып, содан кейін енді төбе тұсынан асықпай еш нәрсені шығарып алмай, осы бұл тұстан крючокпен іліп аламыз. Міне іліп алдық. Іліп алып, әуелі сол жерге қозғалып кетпес үшін жақсы байлап алсақ болады. Содан кейін және керегенше артығын іліп тастауға болады. Міне біз ілмек тастадық. Қалай, әдемі шықты ма? Ұнады ма сіздерге? Артық мынандай жіптер болса, қиюдың мастырымы мен оны өздері шықпаса, себебі әнші бауыр жібі. Міне бізде осындай тағы бір торғай пайда болды. Көріңіздер, міне қандай әдемі торғай, міне әдемі торғай, міне әдемі торғайлар. Соға көрсетуге болады. Міне осындай әдемі торғайлар жасап шашаға ілуіңізге болады. Мынандай енді аяғын немен жасауға болады, жіппен, болмаса анада бола береді. Ол сіздің фантазияңызды еркіне бересіз, не болса да. Құрметті мен каналымның қонақтары, егер ұнаған болса, шашаларға жасап, немесе шашуға жасауларыңызға болады. Ал ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақ қойсаңыздар болады комментарияға. Міндетті түрде жауап беремін сұрақтарға. Комментарий жазу үшін ағылшын жазам. Каналымнан алыстамаңыздар. Каналыма келіп тұрыңыздар. Сіздермен болған Ұлжан Құлдабай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.